Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен доктор Ишван Пайдимари, невролог консультант, Аполло ауруханасы, Джубили Хиллз, Хайдарабад. Бүгін мен сіздерге диабеттік невропатия туралы айтып беремін. Диабеттік невропатия қант диабетінің ең жиі кездесетін асқынуларының бірі. Бұл жағдай қант диабетімен ауыратын науқастардың 15-ында кездеседі. Әдетте бұл ауруға қант диабетімен кемінде 10-15 жыл ауырған науқастар шалдығады. Егер қант диабеті жақсы бақыланса, бұл белгілер әдетте 15 жылдан кейін ғана байқалады. Ал егер қант диабеті бақылаусыз болса, бұл белгілер тіпті 10 жылға жетпеген науқастарда да кездесуі мүмкін. Науқастар әдетте ауруханаға табанында шаншу немесе күйдіру сезімімен келеді. Бұл белгілер біртіндеп тізеге дейін жоғары көтеріледі. Белгілер тізеге жеткен соң, олар саусақ ұштарында да басталып, біртіндеп алақанмен жоғарғы аяқ-қолдарға таралуы мүмкін. Оларда парестезия, күйдіру немесе шаншу сезімі болады. Егер науқас күнделікті алкоголь ішуді әдетке айналдырса, немесе 12 дәрумені жетіспеушілігі болса, бұл белгілер одан әрі күшейеді. Бұл олардың күнделікті істерін орындауда, тіпті аяқ киімді ұстай алмауға дейін қиындық тудырады. Сол себепті олар жеке істерінде орындауда қиындық көреді. Осындай шағымдармен дәрігерге келгенде, біз әдетте жүйке өткізгіштігін зерттеу жүргіземіз. Жүйке өткізгіштігін зерттеу нәтижесіне сүйене отырып, біз диабеттік невропатияны растаймыз. Диабеттік невропатия расталғаннан кейін, қандай да бір симптомның ауырлығына қарамастан, біз оларға қатаң гликемиялық бақылауды ұстануды, егер бар болса, алкогольден бас тартуды және 12 дәруменнің жетіспеушілігін түзетуді ұсынамыз. Сонымен қатар невропатиялық дәрі-дәрмектер тағайындалады. Бұл невропатиялық дәрі-дәрмектер жүйкені және оған байланысты белгілерді тыныштандырады. Бұл дәрі-дәрмектер күннен күнге симптомдарды жақсартады және кем дегенде 10 күннен 2 аптаға дейін адамдардың жағдайы жақсарады. Алайда егер қандағы қан деңгейі қайтадан бақылаусыз болса, симптомдар қайта пайда болуы мүмкін. Қан деңгейін бақылауда ұстауға тырысыңыз. Егер бұл белгіні елемейтін болсаңыз, невропатия ауырлап, аяқтағы сезімталдық толықтай жоғалады. Содан кейін диабеттік аяқ жаралар, жазылмайтын жаралар пайда болады. Кейде бұл аяқтың кесіліп тасталуына да әкелуі мүмкін. Ең бастысы, қан деңгейін бақылауда ұстау. Рахмет.